Жалпы көп адамдар ата-анасына ренжіп жүреді. Не үшін ренжиді? Өйткені ата-анасы оның өзінің ойындағыдай, қалағанындай болмай жатыр. Ал енді ата-ана сіздің қалағаныңыздай болуға міндетті ме? Жоқ, әрине. Ешкімнің қалағанындай, ойлағандай болуға міндетті емес. Әр адамның өзінің ойы бар, құқығы бар, пікірі бар. Әсіресе ата-анамызға біз ешқандай ренжімеуіміз керек. Бірақ нәрсеге жақсылап ойланып қараңыздаршы. Егер сізде ата-ана болмаса, сіз өмірге келетін бе едіңіз? Әрине жоқ. Сондықтан тек осы бір сізге ата-анаңыз өмір сыйлаған үшін, жарық сыйлаған үшін ата-анаңызға өкпелемеуіңіз керек. Ата-анаңызды кешіруіңіз керек. Өйткені ата-ананы бізге Алла Тағала таңдап берді. Бізге үш нәрседе таңдау құқығымыз жоқ. Өмірге қашан келетініміз, өмірден қашан кететініміз, және ата-анамызды кім болатыны, және біздің ұлтымыз, дініміз кім болатынын біз таңдай алмаймыз. Сондықтан Алла Тағаланың бергенін ризашылықпен қабылдауымыз керек. Ол қандай ата-ана болса да. Өйткені сіз келешекте ата-ана болған кезде сол нәрсені түсінесіз. Кеш болмай тұрғанда ата-анаңызды кешіріңіз. Сіздермен болған Гүлзира Әлбайқызы, Астанадан, психолог, психосоматолог.